Сәлем достар, жаңа жылды қалай қызықты қарсы алу керектігі туралы кеңес беремін, соңына дейін тыңда. Жаңа жылды жақсы энергиямен, жақсы ниетпен қарсы алу маңызды. Міне, қарапайым әрі мәнді кеңестер. Үй мен өзіңді дайындау, үйді жинап, артық заттардан арыл. Ескі жылға артық заттармен қош айтыс. Жаңа немесе таза киім кию. Міндетті түрде қымбат киім болмаса да, жаңа киім киіп, айнаға қарап өзіңе жақсы сөз айт. Жаңа жылым берекелі болсын де. Ниетпен ой. 3-4 тілек жазып қой жақсы ниетпен. 31 желтоқсанда ренішті, өкпені жүректе ұстамауға тырыс. Алғыс айт, өткен жылда болған жақсы оқиғаларыңа, жақсылықтарға. Дастарханыңда дәм болсын, кем дегенде нан мен торт, жеміс, тәтті молшылықтың белгісі. Сағат 12-де су ішіп, жақсы тілек тілеу, жақсы дәстүр. Көңіл күйің жағымды музыка қос, жақындарыңа жақсы жылы сөз айт. Құттықтап хабарлас. Ал қандай нәрсе жасамаған дұрыс? Ұрыс керіс, жылау, қарыз сұрау немесе қарыз беру, жаман сөз айтуға болмайды. Отбасыңмен бірге дастархан басына сағат 12-ге дейін отырып, әр қайсыларың бір жақсы оқиғаны айтып шығыңдар. Өткен жылда бастарынан өткен оқиға. Кішкентай қағазға тілек жазып, конвертке салып қойыңдар. Отбасы үшін ортақ тілек айтыңдар. Денсаулық, береке, тыныштық тілеңдер. Ал сағат 12 болғанда бір-біріңізді құшақтап, кешірім сұрап, жақсы сөз айтыңдар. Балаларға ерекше көңіл бөліңдер. Олар үшін бұл үлкен естелік. Дастархан басында асықпай отыру, әңгіме айту, телефонды азайтып, бір-біріңізге көңіл бөлу, отбасылық фото, видеоға түсіңіздер. Содан кейін жай музыка немесе фильм, үстел ойыны, балаларға шағын сыйлық, қымбат болмаса да сыйлық сыйлаңдар. Ең бастысы айқай емес тыныштық, кемшілік емес шүкіршілік, байлық емес бірлікті отбасы болыңыздар. Жаңа жылдарыңызбен.